Бүгін ұлы ақын, ғұлама ойшыл Абай Құнанбайұлының туған күні. Осы орайда облыс аумағында ақынның рухына арнап салтанатты шаралар өтті. Солардың бірі облыстық Абай атындағы көркем сөз оқулары. Оған өңіріміздің әр ауданынан 13 өкіл атсалысты. Атақты жазушымыздың өлеңдерін жатқа айтып, Абай жолы романынан үзінді оқыды. Баянауыл ауданының тумасы 17 жастағы Александра Тарасенко Абай Құнанбаевтың еңбектерін жатқа оқуды бала кезінен ұнатады. Өзге ұлт өкілі болса да, ұлы жазушымыздың тәрбиелік мәні зор, еңбектерін сүйіп оқиды. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сендей бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Облыстық Абай оқуларына 13 қатысушы бақ сынады. Барлықтары сүйікті ақынның поэмалары мен өлеңдерін жатқа оқыды. Дария Әлен Өспен ауданынан келді. Ол көркем сөз оқу байқауында Ескендір поэмасынан жатқа үзінді оқыды. Осы жарысқа қатысуымның себебі, мен 5-ші сыныптан бері Абай оқуларына қатысып келе жатырмын. Абайдың 50-ден астам өлеңін білем, қара сөздерін де және білем. Шараның мақсаты өскелең ұрпаққа қазақ әдебиетін насихаттау. Сондай-ақ ұлы Абайдың шығармашылығы арқылы қазақ тілі мен мәдениетін дамыту болды. Ел бойынша 20 жылдан бастап 10 тамыз күні Абай күні аталып бекітті. Абай десе синоним ретінде қазақ деген сөз туындайтын шығар. Бүгінгі күні көптеген шаралар ұйымдастырылып отыр. Жастар орталығында облыстық Абай оқулары шарасы ұйымдастырылып отыр. Қазылар алқасының шешімімен бірінші орынды Баянауыл ауданынан келген Адамбек Сандуғаш алды. Екінші орынға Ертіс ауданынан келген Иванова Бибігүл қол жеткізді. Ақсу қаласынан келген Силамхан Дидар үшінші орын алды. Барлық қатысушыларға алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар берілді. Айта кетейік, Абай оқулары Қазақстан халқы тілдері айлығы аясында ұйымдастырылды. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.